Қабылдау апталығы аясында кеңес алуға қала тұрғыны Наталья Минаева да келген. Бұрын үсті болған жан енді темір тордың ар жағында отырған жандардың құқықтарын аяқ асты болмау үшін күресіп жүр. Самая большая проблема у нас была. Үлкен проблеманың бірі бізде оңтүстік Қазақстанда орын алды. Ондағы әйелдер колониясында қатаң түрдегі тексеру өткен. Бұған қарсылық білдірген бір әйел тамырын кесіпті. Ал ондағылар көмек берудің орнына оны жазалап, бір адамдық камераға кіргізіп байлап қойған. Бұл ақпарат маған жетті. Міне мен оған көмек беру үшін енді жүгіріп жүрмін. Оның қолын шешіпті. Енді оның құқын қорғау үшін заң бойынша қандай қадамдар жасау қажет. Осыны білу үшін мен мұнда келіп отырмын. Темір тордың ар жағындағылардың құқықтарын қорғау барысында мамандар түзету мекемелеріне барғанмен, ол жандардың қастарында міндетті түрде сол түзету мекемесінің мамандары жүреді. Мұндай жағдайда жазасын өтеушілер ештеңе айта алмайды. Оған қоса, мұндай жандардың бостандыққа шыққаннан соң да кездесетін қиындықтары көп екен. Я знаю, каково это, допустим. Мұның барлығы менің басымнан өткен. Егер сен бұрын істі болған болсаң, түзету мекемесінен келсең болды. Сен қоғамға жат адамсың. Сені ешкім жұмысқа алмайды. Компьютерден тексеріп көреді, ешқандай жұмысқа жақындатпайды. Бірақ олар да адам, оларға көмек беру қажет. Бағыт, бағдар беру керек. Маған бұл жерде көмек болды. Мен де басқаларға көмек бергім келеді. Аталмыш бұл қоғамдық бірлестіктің ашылғанына 3 айдай мерзім болғанымен телефон арқылы былайынша келіп көмек сұрайтындар көп, және олардың проблемалары әртүрлі дейді заңгер мамандар. Вы знаете, проблемы у всех женщин разные. Қазірде қоғамдық әлеуметтік сала бағыты қанша болса, әйелдер проблемалары сонша деп айтар едім. Көбіне келетіндерде құжат жоқ, және әйелдердің басым көпшілігі заңды өз құқықтарын білмейді. Мысалға, бір әйел қалада тіркеуім жоқ деп баласын мектепке бермеген. Оған біреу тіркеуің жоқ болса мектепке алмайды депті. Бізде білім алу туралы заң бар, және қалада бірде-бір мектеп әлі күнге баланы оқытудан қашып көрген емес. Мен аптасына 2 мәрте осында қабылдау өткізіп, нәзік жандыларға көмек беремін. На протяжении недели на территории партии Біз Нұр Отан партиясының қалалық бөлімше қызметкерлерімен бірлесе қоғамдық тыңдаулар, қабылдаулар өткізіп отырамыз. Бүгінде бізде заңгерлер, ішкі істер басқармасынан маман келіп, келушілерге көмекті қажет еткендерге кеңестер беруде. Бір жұма бойы осы жұмыстарды жүргізіп отырмыз. Біз телефон арқылы да кеңес береміз. Бүгіннің өзінде қанша адам келді. Әйелдермен қатар мұнда балалар да болады. Түрлі зорлық, зомбылық көрген әйелдермен жұмыс жүргізетін бізде психолог, мамандар, заңгерлеріміз бар. Балалармен педагог мамандар жұмыс жасайды. Қолдан келгенше келушілерге көмек беруге, проблемасын бірлесе шешуге тырысудамыз. Еліміз көлемінде ана мен бала құқығын қорғауға аса мән берілгенімен, өкінішке орай бүгінде қоғамымызда құқығы аяқ асты болған аналарымыз көп. Оған мына орталықты паналап жүрген жандар көп. Я, конечно, понимаю, что... Бұл жерде біз өзімізді еркін сезінеміз. Бұл жерде ешкім бізге зорлық көрсетпейді. Менің бұрын отбасым болған, күйеуім басқаға үйленіп, мені үйден қуып шықты. Осылайша бір сәтте барынан айырылдым. Құжаттарымды өртеп жіберген. Қазір құжаттарымды қайта қалпына келтіріп, енді еш жидым. Мен осы орталық мамандарына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жақсы отбасынан шыққан, жақсы адамдармен де қиындық болады екен. Бүгінде менде барлығы бар деуге болмайды. Себебі ертең сені не күтіп тұрғанын білмейсің. Бұл орталық болмағанда менің күйімнің қандай боларын білмеймін. Ашылғаннан бері қоғамдық бірлестік 19 адамға көмек беріпті. Қазір орталықта 4 әйел, 6 бала паналап отыр. Мұнда заңды білетін және өзгедей көмек беретін мамандар бар. Мұндағы мамандар телефон арқылы да күндіз-түні көмекті қажет ететіндерге қолдау көрсете алады.